25 жыл, 26 жыл Иран тануға өте сәтті жыл болған сияқты. Осындай еңбектер шығып жатыр. Сафар Абдулланың да кітабы шықты орыс тілінде, қазір қазақ тілінде Ғалия ханымның кітабы шықты. Барлығы 300 беттен асады, екі кітаптың көлемі. Ол оңай емес. Соншама деректерді зерттеп, тарих бойынша біздерге таныстырып жатыр Ғалия. Маған бұл еңбек өте жақын. Өйткені мен де бірнеше жыл Қытай деректерін аударып шығарғанмын. Сонда мен байқадым, сол Қытай деректермен тек қана парс тіліндегі деректерді салыстыруға болады. Көне жағынан, мазмұны жағынан, фактілер жағынан, барлық жағынан. Содан кейін екі ұлы халықтың ортасында жүріп, көшпенділер, қазақтар екі ел жақсы зерттеген. Соны салыстыру да өте қызық нәрсе. Жастарды мен шақырамын. Осы шығыс тіліндегі деректерді тек қана өзіміз туралы ғана емес, сол шығыс елдерді зерттеуге шақырамын. Өйткені батыста бұл нәрсе өте дамыған. Бізде енді ғана бастадық бұл жұмысты Қазақстанда, Орталық Азияда. Кішкене қазір, мысалы Қытай тану бұрын неде өзбектер алда еді, қазір біз оларды бұл жерде кішкене алға өтіп кеттік. Өйткені көрші болғанымыз сон шығар. Өзбектер әрине, оларда көрші, бірақ Қашғар нелерге жақын. Біздердің шекарамыз өте зор. Осында екі елдің деректерін зерттеген өте жақсы. Біздің шығыстану факультет тек қана мұғалімдерді емес, тек қана ұстаздарды емес, осындай ғалымдарды да дайындап жатыр. Бірақ бұл қанша сабақ дәріс бермесе, көне тілден басқадан, өзің аудара бастағанша, оның барлық байлығын сен бәрібір білмейсің. Осы көне деректерді зерттеп жүріп, таныстырып жатырсыз. Өте сондай жақсы жұмыс. Сізге екі елдің ғалымдары да, басшылары да соның бәрін бағалап жатыр сізді. Өте жақсы. Мысалы, Қытайды зерттегенде талай жағдайлар болды ғой. Иранда ондай жоқ болған сияқты. Өйткені мұсылман халық, көршіміз, көне. Өзім мен батыс Қазақстанның келінімін, адайды олардың. Оларды өте күшті Иранды білген, ирандықтар да Каспий теңіздің сол аймақты жақсы білген дегендей. Мен Ғалияны ғана емес, оның жұбайына да Қуанышбекке зор рахметімді айтам. Өйткені қыз балаға ғалым болу оңай емес. Осындайда көмек беріп, екеуіменен мен неде танысқанмын, Тегеранда. Сонда танысып көрдім. Қуанышбектің де көмегі өте зор. Балалармен отырады. Келін кетеді 1-2 айға, жарты жылға, командировкаға. О да өте не, сондай көмекші тірек болған. Ол өте жақсы. Біздің сондай болғанына Қуанышбекке де зор ризалығымызды айтамыз. Ғалияға тек қана жақсылық тілеймін. Сіз қазір университетте дәріс бересіз. Сіздің ізіңізді басып келетін балалар болсын көбірек. Сіздің эстафетаны дегенде ал әрі қарай дамысын. О да өйткені Қытайларда бір мақала бар.
ғалым жақсы дейді, бірақ оның шәкірті одан да жақсы екен дейді. Мен өзім Қытайда жүргенде сөйтіп айтады. Сіз жақсы екенсіз, бірақ шәкіртіңіз сізді жақсы екен дейді. Вот, солай болсын. Шәкіртіміз бізден жақсы болсын. Мүмкіншіліктері зор. Екі елдің арасына біздер көп жақсы үлес жасаймыз. Болған тарихты жазамыз, шындықты. Тарихта не болмайды? Не болмайды? Соның бәрін түсіну, бір-бірінің менталитетін деген, ділін білу, ділді білу, ол өте зор нәрсе. Мен ойлаймын, қазір Ғалия ханым ирандықтардың ділін біліп отырған сияқты, жақсы біліп отырған. О да өте табысты, жақсы. Сізге тек қана жақсылық тілеймін, табыс тілеймін, жаңа кітаптар шыға берсін. Топырлап, шәкірттеріңіз топырлап, артыңыздан жүріп, шашпаңызды көтеріп жүре берсін. Сау болыңыз. Рахмет апай, осы